Бернар Арно, франциялық кәсіпкер, миллиардер. Луи Виттон Moet Hennessy компаниясының президенті. Бернар 1949 жылы 5 наурызда Францияның Рубе деген жерінде дүниеге келген. Бернардың әкесі Жан Арно құрылыс кәсібімен айналысқан. Ферет Савинель атты фирма Бернардың әкесіне тиесілі болған. Анасы Мария Жозеф Савинель пианинашы болған. Отбасында Бернар және оның Доминика есімді қарындасы болған. Кішкентай Бернардың тәрбиесіне ата-анасынан бөлек нағашы апасы да атсалысты. Оның арқасында ол қатаң капитализмнің негіздерін үйренді. Бернар мектепте жақсы оқыды. Бос уақытын пианинода ойнауға арнады. Кейінірек Арно тіпті кәсіби пианист болуды армандағанын жасырмады. Бірақ сахнада жарқырауға таланты жетіспейтіндігін түсініп, тастап кеткенін айтты. Бернар бірнеше ай бойы Файдербе лицейіне дайындық курстарына барды. Бірақ қолының сынуына байланысты жоғары оқу орнына түсу бір жылға кейінге қалдырылды. 1969 жылы беделді политехникалық мектепке түсу емтихандарын сәтті тапсырды. жылы Бернар инженер дипломын алып, отбасылық бизнеске қосылуға шешім қабылдады. жасында Арно Ферет Савинель фирмасының басқарушы қызметіне кірісті, ал біраз уақыттан кейін әкесінің толық серіктесі болады. Бернар келесі 10 жылда отбасылық бизнесті дамытуға арнады. Ол өте жақсы жұмыс істей бастады. 1980 жылдардың басында Францияда социалистік партия билікке келіп, бірнеше ай ішінде жүзеге асырылған реформалардың салдарынан Арно отбасылық кәсіпті сатуға мәжбүр болды. 1981 жылы жас кәсіпкер әйелі және 2 баласымен ақш-қа көшті. Ол Флоридаға қоныстанды. Онда таунхаустарды салуға маманданған жаңа компания құрды. Ол кезде Америка нағыз құрылыс пен ипотекалық бумды бастан өткерді. Сондықтан Арно таңдаған бағыт тиімді болып шықты. Американдық кәсіпкер ретінде ол 4 жылда $20 миллион жуық табыс таба алды. 80-ші жылдардың ортасында Франциядағы саяси режим қайтадан өзгерді. Бұл Бернарға ақш-тағы барлық мүлкін сатып, отанына оралу идеясын берді. Бернар таныстары арқылы Боссак тоқыма конгломератының егелері оны сатылымға қойғанын біледі. Компания банкроттықтың алдында тұрғанына қарамастан, Арно оған бірден қызығушылық танытады. Бұған фирманың Christian Dior брендіне иелік еткендігі себеп болды. Әрі қарай Бернар Боссакты сатып алды. Содан кейін ол корпорацияның жалғыз иесі болуды мақсат етті. Оның бірінші әйелі бұрынғы иелерінің немере ағасы болғандықтан, осы жағдайды пайдаланып, ол туыс ретінде олардан қалған бағалы қағаздардың бөлігін сатып алуға көндірді. Мәміледен кейін Бернар өзінің барлық күшін Боссакты қайта құрылымдауға жұмсады. Ол кәсіпорынның негізгі активтерін сатып, тек ең табысты брендтер Christian Dior және Le Bon Marché және Париждің орталығында орналасқан табысты әмбебап дүкенін қалдырды. Сонымен бірге ол 5000 жұмысшыны қысқартып, мейірімсіз жыртқыш деген атаққа ие болды. Бернар Арно сатып алған алғашқы сәнді тауарларды өндіруші Christian Dior болды. Көп ұзамай ол сәнді бұйымдарды өндіруде әлемдік көшбасшыға айналатын өзінің сән империясын құру ойына келді. Осы себепті Бернар 1988 жылы жаңадан құрылған Moet Hennessy Louis Vuitton корпорациясын басқаруға шешім қабылдайды. Ол кезде конгломерат құрамына бірнеше ірі брендтер енді. Олар сәнді сөмкелер мен чемодандарды жасауға мамандандырылған бренд Louis Vuitton және алкогольдің премиум бренді Moet Hennessy болды.
Небәрі 20 жыл ішінде конгломерат бірнеше ондаған сәтті мәмілелер жасады. Соның арқасында бүгінде LVMH құрамына 79 бренд кіреді. Бернар 2 рет үйленген. Бірінші әйелі Анна де Вавреннен Антуан және Дельфина деген 2 баласы бар. Екінші әйелі Элен Мерседен 3 ұлы бар. Бернар ұзақ жылдар бойы Францияның және Еуропаның ең бай адамы болып келді. Ал 2022 жылдың желтоқсан айында әлемдегі ең бай адам атанды. Оның байлығы 211 миллиард долларға бағаланды. Кәсіпкер байлығының негізі LVMH-тегі 47% акциялары. Ол сондай-ақ бірнеше ондаған қымбат жылжымайтын мүлік объектілеріне ие. Париж маңындағы 2 қорғаны мен Клерфонтен-ан-Ивелинс коммунасы, өзінің жеке Индиго аралы, Сен-Тропедегі сәнді вилласы бар. Кеңсеге және іскерлік кездесулерге үнемі жейдемен джинси киіп келетін Илон Маск секілді тағы да көптеген басқа танымал миллиардерлерге қарағанда, Арно кез келген жағдайда стиль және талғампаз киінуге тырысады. Сонымен бірге ол тек LVMH-ке тиесілі киім брендтерінен киінеді. Көргендеріңізге рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.